Бір қамырдан екі бірдей ерекше дәммен пирог жасайтын боламыз. Бірі қызыл ірімшік, екіншісі тары қосылған. Дәл осы рецептпен жасап, тапсырысқа жасап табыс тапсаңыздар болады. Ең бірінші тарыны жақсылап жуып, үстінен ыстық сүт құйып, қақпағын жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырын Атвел фирмасының ас үй көмекшісімен жасадым. Барлығын ішіне салып, қақпағын жауып қойсаңыздар, өте жылдам уақытта қамыр илеп береді. Бұл комбайн тек қана қамыр илеп емес, сонымен қатар көптеген ыстық тамақтар, коктейльдер, сусындар 300-ге жуық рецептпен түрлі дәмді тағамдарды маған жасап береді. Міне осылай қақпағын жауып, илеуге қалдырсаңыздар, өте жылдам уақытта осындай әп-әдемі жұмсақ қамыр илеп берді. Қамырымызды пакетке салып, 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Барлығын тағы осы комбайнмен жасаймын. Бұның таразысы да бар, өлшеп береді. 2 дана жұмыртқа және де қойылатылған сүт, 20% қаймақ салдым. Барлығын міндетті түрде өлшеп жасаңыздар, және де жүгері крахмалын салуды ұмытпаңыздар. Бір келкі және арасы жақсы пісу үшін крахмал салу міндетті. Жаңағы дайындап алған қамырымызды 2 бірдей формаға жайғастырып аламыз. Үстінен қызыл ірімшікті дәл осы формада кесіп саламыз. Үстінен жаңағы салмасын құйып 200 градуста қызарғанша әдемілеп пісіріп аласыздар. Келесі пирогтың салмасына тағы да 2 жұмыртқа, қант, қойылатылған сүт, қаймақ, крахмалды барлығын салып, тағы да араластырамыз. Қарап тұрғандарыңыздай жасалу жолы да өте оңай. Жібітілген тарыны салмасын салып, араластырып құйсаңыздар да болады, немесе осылай пирогтың үстіне құйып, сосын барып начинкасын салсаңыздар да болады. Тағы да 200 градуста қызарғанша пісіреміз. Әбден суығаннан кейін бар формасынан аласыздар. Міне біздің өте дәмді 2 түрлі пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы, парақшаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.